Қоршаған әлемде жаңағы ислам дінін мүлде сыйламайтын адамдар да бар. Хиджаб қазақтық емес, или бірдемелерді ойлап тауып алады деген сияқты кәдімгі ашықтан ашық бұл әлем бойынша бекітілген діндердің бірі ислам діні әрбірден соң. Сол нәрсеге басқа адамдардың таңдауына бұл киелі қасиетті кітап, Құдайдан келген дін деген нәрселерді ашықтан ашық отрицать ететін мұсылмандар да бар. Якобы традиционный ислам дінін ұстап жүрген. Традиционный ислам діні деген жоқ. Ислам өзі біреу ғана. Жаңағыдай мен мұсылманмын деп бірақ арақ ішіп, бірақ Алланың айтқан сөздерін жоққа шығаратын, наглым образом, хиджаб біздік емес, наглым образом ислам дініне қатысты айтылатын ақпараттардың бәрін кәдімгі жоққа шығаратын қазақтарға не істеген кезде таңғалмауға тырысам, бірақ соншалықты батылдықтары жететіні кішкене таңғалдырады десең де. Мен не айтқым келді? Көзі ашық, көкірегі ояу, оқыған-тоқыған адам ешқашанда ештеңені, ешкімді кемсітпейді, ашықтан ашық өзінің әдепсіздігін, тәрбиесіздігін көрсетпейді. Осы недавно прям өзім сол ситуацияның куәгері болдым, қатысушысы болдым. Харам деген бірдемені ойлап тауып алды ғой деп айтты да бір кісі. Сол сөз прям жаныма батып кетті. Ойлап тауып алды ғой емес, харам деген Құдайдың бекіткен заңы, протоколы. Просто меня сильно раздражает андай мұсылман адам ретінде емес, көзі ашық, көкірегі ояу, білімді адамдардан солай бір надан болып сөйлегені жыным ұстайды. Мен ол адамды сыйлап жүрмін, білімді адам, көзі ашық, көкірегі ояу, егде жастағы адам, үлкен адам ғой деп сыйлағым келген адамды, сыйлап жүрген адамды харам деген сөзді ойлап тауып алды, харам дегенді шығарып алды ғой деген кезде жаңағы адамға деген сыйластығым, құрметім, ол адам көзі ашық, көкірегі ояу, білімді, сондай образованный личность деп жүрген көзқарасым біртіндеп жаңағы шкалалар төменге қарай түсіп кетті ғой. Ана адам болды. Сол сөзден кейін даже не в том, что исламды унижать еткені, харам деген сөзді унижать еткен, Алланың бұйрығын унижать еткен емес, просто мен ол адамды білімді, көзі ашық, көкірегі ояу, современный, барлық нәрсеге толерантна қарым-қатынас жасайтын тұлға, современный үлкен кісі болса да, современным размышлять етеді деген көзқарасым жоққа шыққаны кішкене қайғыртты. Просто образованный адамдар олай сөйлемейді. Образованный адамдар дінге өзі 5 мезгіл намаз оқымаса да, хиджаб кимесе де, білімді, көзі ашық адамдар ашықтан ашық сыйламаушылық, менсінбеушілік танытқаны кәдімгідей ол кісінің менің көзімнің алдында деңгейін түсіріп тастады. Просто оның әдепсіздігі, мәдениетсіздігі, сол нәрсе менің алдымда ол адам қадір қасиетін түсіріп тастады.